тоқсандық теориясы нарықты басқаратын жүйе. Январь. Так, ноябрь ғой, примерно 24. Осы жерлерден. Примерно былай жасайық. Так. Осы жерден сызайық. Енді мына жер уже понятно, бізде интернет нисходящий. Енді былай по порядку айтып кетейін. Біз бірінші не сызамыз, бірінші структура сызамыз. Жалпы тренд, структура, бағыт рыноктың хай-лоу, яғни swing high, swing low, именно қайсысына баратынын анықтаймыз. Ол бізде бос кетті. Енді бізде баға енді осындай құлағаннан кейін бізде обязательно бұл импульстан кейін қарама қарсы коррекция шығады. Коррекция, ары қарай тағы солай импульс, жалпы коррекциямен жүреді рынок. Енді біз тек қана импульсқа кірмей, даже коррекцияға, развороттарға кірсек болады. Ал уже непонятный коррекцияларды біз скиптей қылып өткізіп жіберсек болады. Мен айтып жатқаным, яғни біз тек қана импульстарды ғана ұстамаймыз, осыған дейін коррекцияларды да ұстауға болады, шанс бар. Енді ол үшін біз уже сағаттықтарға кіріп, таймфрейм тағы оның ішіндегі графикті қараймыз. Оның ішінде уже бізде хай-лоу сызатын болсақ, бізде соңғы хай, мына жерде бізде слом болатын жер. Бізге бұл жерден енді баратын екі цель бар. Баға осылай кетеді, немесе мынаны алады, и дальше уже не бұл бізде сыртқы ликвидность. Бізде 4 сағаттық үлкен бос бізде мына жерден болады, енді келесі бос. Енді уже понятно, бізде баға 3 вариант бар бізде ликвидностьтан қайтатын, яғни. Баға бірінші, яғни осыны алып коррекция алу мүмкін, коррекция алып қайттан жоғары подтверждение осы жерден берсе, уже екінші ликвид кетеді. Бұл ликвидтен тағы бір коррекция алады, тағы ликвидность шешеді, тағы бір подтверждение береді, тағы XAMD, AMDX бір манипуляция болады күннің ішінде. Ол жоғары подтверждение береді. Уже біздің цель мынау, яғни өзінің хайы бірінші, екінші цель мынау, уже сыртқы ликвидность. Баға сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасап қайтады одан кейін. Енді сол жерді көрейік, енді 1 сағатпен өткізейік. Так, 1 сағатқа өсейік. Бірінші ликвид айтқандай. Ликвид шешті. Бірақ слом болған жоқ бізде. Енді сағаттық слом, коррекцияның баратын жеріне дейін. И бізде премиум зона, егер біз қарайтын болса, оны тоже фибоначчимен 50%. Өзім негізі былай фибоначчиді сызып, өзім мүлде қарамаймын. Дәл осылайына. Яғни бағаның зонасына денесін алады, яғни шынайы бағаны көру үшін уже денесіне аламыз. Ал егер ұзын свингтер болатын болса, бұл жерді сенімен бірге алудың қажеті жоқ. 50%, бізде 70%. Енді жоғарысы бізде премиум, енді бұл жоғарыдағы ликвидностьтармен жұмыс жасап, оған дейінгі 50%-ге дейінгі бізде ең айтқандай қатты шешілетін ликвидностьтардың бірі, ол шешілу керек обязательный ликвидностьтар көп жағдайда. Енді бізде 1 сағат слом болған жоқ, ликвид шешілді, кішкене коррекция берілді. Коррекция берді. И бізде слом жасады мына жерден, сағаттық. Чөч жасады. Енді бізде не бар? Енді біз қарай алатын өзінің мына хайы бар, получается. Оны былай сразу бос десек болады. Бос. Енді ары қарай баратын ликвидность енді. Біз көре алатын бостан кейінгі шешілетін. Және бізде ішкі ликвидность. Енді баға осы ликвидностьқа бару үшін бізге ішін тазалау керек пе? Енді ішін тазалап, сосын бензин жинайды, яғни баға тупа осы жерден бара салуға күш жоқ. Күшін алу үшін бізге астыға түсіп, тағы 1-2 стоп ордерлер шешіп, мына жақтан K-левелдерден реакция алып, и мына ликвидқа қарай жылдайды. Ішкі ликвидность. Ішкі ликвидность, получается, бізде мына импульстың ішіндегі ішкі ликвидность. Как раз таки мына жерді қарайықшы. Мына жер понедельник күні екен, да? Осы жерді
XAMD AMDX яғни кварталканың формациясына бөлетін болсақ. AMDX болған ба? Дәл осы не? Яғни коррекциясы бізде AMDX ол бізге өзінің целіне апарып берген баға. Үшінші квартал енді осы жерде қалдырып тұр. Егер дәл осының біз XAMD формациясын көргенде уже XAMD формациямен қарайтын едік. Бірақ бұл жерде AMD-ден көрі XAMD формация тоже бізге подтверждение берді мына облысы. Яғни қазір бізде Q1 low и получается бізде баға не істейді? Q1 low шешеді и бізде RBS и дальше босқа идет, яғни ликвидностьқа қайт дальше. Ол мына жер уже понятно. Шешті, уже даже келесі күні шешті. Ликвидность алды. И кетті. Квартал пока қоспай тұрады, чисто бағамен жұмыс болсын. Ол уже келесі сабақтары кварталын қосқан кезде уже тағы более түсіндірек болады. Но понятно уже, бізде қандай этот KLL еді? Бұл бізде RBS. RBS дәл осы. RBS. Словом, RBS енді біздің цель уже понятно на жерде. Бізде босқа бару керек. И босқа кетті, и ликвидность дальше. Енді бұл даже осы босқа дейін мына жерде как классикалық А ретінде реакция алып тұр ғой енді. Может кішкене коррекциясы болады осындай. Коррекция может мына ликвидностьқа дейін болады. Осы ликвидностьқа дейін. Кейін мына жерден бізде қандай KLL қарауға болады осы жерден. Жақын бізде классикалық ғой, бірақ ол слишком алыста болып тұр. Қазір бізге даже мынаны қарасақ болады. Open close level'ды. Open close level ма? Open close level'ға келді. Енді біздің цель боссы денесімен алу. И мынау ликвидность. Все. Так, денесімен алды, ликвидность тазарды. Все, мына жер уже түсінікті деп ойлаймын. Сұрақ бар ма осы жерден? Жоқ, сұрақ жоқ. Енді ликвидность алды, енді не істейді баға? Баға енді бізде осы жақта егер кварталканы өшірсек, если бермегенде жағдайда уже баға осылай жүріп, уже біздегі сыртқы ликвидность уже біліп тұрмыз, мына жақтан сыртқы ликвидность алатыны. Не үшін біліп тұрмын, мен график білгенде қазір алдын көріп қойғаннан кейін айтып жатырмын. А так уже біз подтверждениені күннің ішіне аламыз, яғни AMDX, XAMD формация лонг берсе, біз значит осы ликвидностьқа баратын білеміз біз. А егер дәл осы жерін XAMD шорт беретін болса, уже сразу шорт қарай аламыз уже мына жақтағы KLL-дардан қарап. Вот осы себепті біле аламыз, яғни бізде ішкі күннің ішіндегі формация лонг беретін болса, подтверждение уже осы ликвидностьпен, сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасайтын біле аламыз. Енді так, не істейміз біз бұл жерде пока скип ешкім жасамайды, бұл жерде лонгта шортта кіре алмаймыз, ешқандай подтверждение жоқ. 1 сағат бұл бізде пока. Сосын бізде 4 сағатта мына жақта KLL бар еді, QML. Сыртқы ликвидность, мынау бізде KLL, QML, 6-шы KLL. Так, көрейік, өткізейік. Енді бұл осындай бір үлкен ликвидностьтар шешті ғой, енді ішкі ликвидпен жұмыс жасап бізде сыртқы ликвидқа дейін баға даже тағы бір осылай бір коррекция алып, мына жақтағы ликвидтермен жұмыс жасап, мына лоумен и қайттан бір бензин жинап алып қайтуы мүмкін QML-ге дейін. На ликвид алды бізде. Және де мына жерден бізде KLL бар, тоже RBS. Он 15 минутқа кірсек более көрінеді. Прямо шынан ғой. RBS и V болып тұр классикалық. Мынау ликвидность. Енді біздің цель уже понятно, мына жақ, хай болады өзім.
сағатқа кірейік. И тазарды. Мына жерін как ТС таспаға сорпасы десек те болады. Liquins свип жасады, свип liquins, яғни тазарту свип деген жалпы очистка. Тазартты и бізде айтқандай бір коррекция жасап келейін деп тұр мына жерден. Бізде жалпы былай алсақ болады, мынаны liquins бағана айтқан low. Оның астында бізде KLL бар, мына жерде open close level. Соның үстінен алған жалпы KLL. Бұл бізде классикалық ұлы. Енді бізде цель, енді не бізде? Цель уже понятно. Бізде қазір енді сыртқы liquinспен жұмсайды. Оған дейін бізде алатын жақын liquinстер, осы жердегі liquinстер. Ішкі liquins. Енді біз бұл жерден мына жаққа дейін ұстау бәрібір рискованно болады. Мына liquinсқа дейін. Сол себепті ең жақын осы ликвидтарға дейін ұстауымыз бұл моментте. Немесе даже так көрейік. Мына liquinсқа жете алмады, пока ана жақта ішкі liquinспен жұмыс жасайтын тұрды. Осы ішкі liquinсті тазартып, и бізде ана жақтан бір KLL-дан реакция алады. Так, очистка жасады. Аха, все. Мына liquинсқа кетті. Екі жақтылық жалпы шешілді. Дальше уже бұл жақта медин жинап алды, бұл айтқан кезде ана жақта отырған барлық бай позицияларын бәрін шығарды мына жерден. Енді уже цель уже кішкене понятно болды уже. Аға бізде осы хайлармен жұмыс жасайын деп тұр. Тағы бір мына жерден R5 реакция алды. И все. Бізде QML. QML алды. Жер түсінікті енді. Жалпы структураның ішіндегі тағы структура кіріп, тағы информация алып, яғни бір точка А-дан точка Б-ға дейінгі жолды біле аламыз. Яғни соның ішінде неше түрлі кедергі болды, неше түрлі заправкиге тоқтады. Мысалы, Шымкенттен Алматыға бару үшін енді неше түрлі заправкиге тоқтайсың, тамақ жеп аласың деген сияқты. Дәл сондай остановкалар оның ішіне кіріп, тағы жолын зерттеуге болады. Енді уже мына жерде бізде жалпы ішінен слом кетіп бара жатыр. Ішкі слом болды бізде. Енді бұл жерде не істейді? Бізде мына жақта QML бар, Баға осы QML-ден кетеді енді. Как раз liquins қалдырып кетті алдында. QML-ға келді. И реакция кетті. Все, біздің цель енді бос болады. Уже жоғарыға бару смысл жоқ, жоғары кететін болса, тағы уже слом болады бізде структура. Жалпы мына liquinсі тазарды. Енді шорт. Все.
бізде босқа барды. Тренд пока нисходящий. Енді дәл осылай қайтадан 1 сағатқа өтеміз. Импульс жасады. Бірақ бұл жерде білмейміз ғой енді баға қай жерге дейін құлайды. Сол үшін бізге бірінші swing low жасау керек баға. Мына жерде пока скип жасаймыз. Мына жерге тупо лонг ашу дұрыс емес. Мына уже ликвидность тазарды. Тазарды. Енді бұл баға не істейін деп жатыр бұл жерде. Бағаны көрейік не істейтін. Пока ликвид, то есть КЛ бізде мына жақта SBR қарауға болады. Осы SBR бар. Баға коррекция жасап, әдейі осы SBR-ның алдында өзінің ішкі ликвидностін қалдырып кетті хайын. Баға енді осылай тазалап, и так шорт кетеді. Уже бізде 4 сағатта бос мына жерде болады. Сосын бізде айтпақшы бізде SBR мына жақтан алған едік. 4 сағатта мына жақта да бар. Более точный мына жерден реакция алған. Дәл сол ғой. Недегі классикалығы баға бұзып кетті. Сағатта бізде ол жер получается осы жер отырды. Опа. SBR келді, ликвидность тазарды. Біз бағана мысалға мына 1 сағатта мына SBR-ді алған едік. Осын алған кезде баға чуть жетпей қалып кетеді екен. Өйткені 4 сағаттан кетіп қалды. 4 сағаттық мына жақтағы. Цель уже бізде бос болады. Dur saat. Так, дальше көрейік. Я 1 сағатқа өтейік. Опа, тағы тастап жүрді ғасырға. Енді бізде 1 сағатта ликвидностьтарды қарайық. Мына ликвидность пока қарайға болатын. Немесе баға мына ликвидность ретінде алып, мына жерде KLL ретінде оны мүмкін QML деген сияқты. Оны уақытпен байланыстырғанда түсінеміз. Именно осы ликвидность бола ма, болмай ма. Бағамен оны біле аламыз. Бұл жерде скип. Мына жерде получается бірден бір свечамен 2 ликвидность тазарып түсады. Все, ликвидность тазарды мына жердегі. И бізде KLL бізде классикалық болып тұр. Классика. Енді бұл жер енді понятный. Баға мына босқа ұмтылады. Сағатқа кірдік. Тағы бір рет келді осы жерге. И бізде все бос. Дальше көрейік. Сағатқа өтейік, 1 сағаттан кейін. Яғни 4 сағатпен 1 сағатты осылай синхрондау керек. Екеуінің
үлкен тренд пен кіші тренд яғни импульсында коррекциясында бірге қатар алып қарау керек. Мына жерде уже бізде ликвидность бізде баға ана жерде ликвидность шешпеген тоже. RBS баға қазір мына жерде кішкене шешіп, сосын реакция алып, мынаны алып, мынаны шешсе, уже осылай қарауға болады осы ликвидностьтарға дейін. Мынаны шешкен, кішкене коррекция берді, бірақ сразу ликвидность шешіп тастады болды. Енді не істедік баға бізде? Қайтадан бізде мына жерде ликвидность қалыптастырылды. Ликвидность оның астына қайтадан RBS бар. Біз енді осы жерден қарай аламыз бірінші. Осылай кетуі мүмкін тағы. Уже баға мынамен жұмыс жасайды. Мына ликвидпен. Опа, міне. Сразу. Ликвидность шешті, сразу реакция алды. Даже точнее, мына, так, не үшін былай өттім ба? Осылай. Былай қарасақ та осылай өтті. Бірақ ең мына жер дұрыс өтті. RBS, енді бізде цель мынау ликвидность. Опа. Один классикалы выдан берді қайтадан. Мына ликвидность болып получится. Цель енді бізде мына ликвидность. Мына жерде біраз рет тұрған ғой мына жерде. Кете алмай. Бензин жинауға былай айтқан кезде. Баға бір береді, мына жерге келеді тұрып қалады ғой. Яғни барлығы лонг ашады. Так шығарып жібереді стоп. Қайтадан дәл солай. Лонг кіреді, нойсымен стоп шығарып жібереді. Так, осы жерде бір сұрақ бола ма? Пазл жинап жатқан сұрақтар менде басында. Біз жаңағы нені алдық та, Q-level'ды алдық та, жақтан классический борщ. И сонымен сразу сұрақтық, қостық нені, ликвидті. Иә. Сонда екеуінің комплект ретінде ғой, подтверждение ретінде жүреді ғой ішінде. Иә. Именно K-level'дің подтверждениесі ликвидность. Жұмыс жасау. Көп жағда жұмыс жасау үшін ликвидность керек, өйткені былай логично, былай түсіну керек, яғни K-level бір уровень қайтаратын болса, яғни баға әлсізденген кезде қайтарады оны. Баға мықты болса, оны қайтарамайды. Әлсіздену үшін баға ликвидность шешу керек. Стоптарға шығарып, баға әлсізденеді, и содан кейін ордерлер ұрады. Ордері болып тұр ғой енді K-level как. Сол жерде лимитный ордерлер. Стопқа шығарғаннан кейін, рынок тазарғаннан кейін барып, жұмыс жасайды әдемі. Соны түсіндімді, бірақ қалай айтарым білмедім, айтпаймын. Солай. Екеуін жалпы байланыстыру керек. Былай мынандай кездер болады даже, ликвидность болмай қалатын моменттер. Ол кезде уже 90-дық теорияның развороттарына қоймыз, манипуляциялықтарына. Так, дальше. Бізде не болды енді? Ликвидность тазарды. Бізде мына жақта QML жоқ, QML ала алмаймыз, классикалық ала аламыз. Мына жерде классикалық. Классикалық реакция алды, қайтадан көтеріп келе жатыр. Қайтадан біраз үш рет кейін ғой, кесе алмай. Мына ликвидность шешті. Мына ликвидность шешті. Мына жерде классикалық бар қайтадан өзінің.
Тез сахар. Бұл енді уже не болады мына жақтан слон RBS. болып жатыр. Жоқ, мына жақтан слон болып отыр. Слон. Последний хайды. Мына жерде уже денесімен жауып тұр ғой. Чуть. Еще мына жерде байқамаған нәрсе мына жақта RBS қалдырып кетіппіз. Мына RBS. Мына ликвидность тазарған ғой енді. Мына ликвидность тазарған. Вот осы бер жерген ғой лонг. Уже чочқа енді күш жетіп тұр ғой. Чочты бұзуға енді слом жасауға. Барлығы идеально келді. Бірақ бір минус бізде мына жақта ликвидность тазарған жоқ. Мына ликвидность. Мына лоу. Ол, кстати, немен фунт доллармен тазару мүмкін да, көріну мүмкін. Ол да мүмкін. Кеше мен қарап отырмын, евро долларда тазарды да, фунттан ауырып тазарған жоқ, жоғары кетті да. Дәл өзі. Ол рыночный корреляция, ол өтеміз ол тоже сабақта бар. Синхронды корреляциялар бар. Жалпы фунтпен бізде SSMT болады, доллармен SMT болады. Так, енді не болды бізде 4 сағат. Дальше қарайық, 1 сағатқа өтейік. Так, мына жерде енді ликвидность пайда болды қайтадан. Мына жер, то есть RBS. Ликвидность RBS көрейік. Опа. Ровно. Бұл лимиткалармен осылай жұмыс жасалынады. Ликвидность, KLU, 90-дық теория, уақытпен араластырған кезде именно осы жер манипуляция кездерінен тұрып келеді. Мына жерде пример ретінде бөліңізші мені. Қалай? XAM дей ма? Просто идеально, ол барлығы синхронды қосылған кездегі көрінісі. Структура лонговый мына жер. Ликвидность, KLU, квартал подтверждение лонг беріп тұр. Q1 low, лоуын тазартты, хайна кетті. Дәл манипуляция кезі. Цель хай. RBS. Полный RBS пен кеткен. Ликвидность RBS, ликвидность RBS, ликвидность RBS. Енді қызық басталды мына жерде. Мысалы мына жерде ішкі структурамен бос. Бос деп алсақ. Тоже бір слон кетіп бара жатыр. Көреміз бұл фейк бола ма или настоящий слон екен. Біз енді так мынаны как ликвидность ретінде алсақ. Мына жерден KLU ретінде кетсін. Классикалық V. Қазір бізде екі вариант бар. Бұл қазір сыртқы ликвидностьпен жұмыс жасады болып түсуі мүмкін. Мына ликвидностьтарды алып, қайттан күшініп, мына хайға бару үшін. Немесе слон болып, баға ликвидность азат етеді. Баға кішін көтеріліп, мына жақта KLU-ларын алып, и дальше кетеді астаға. Уже баған айтқан, мына жақта қалып кеткен ликвидностьтар. Алып көрейік енді. Опа. Классикалыға келді. Все-таки бұзып кетті. Да. Бұзу.
Енді бұл деген сөз енді мына жақтағы ликвидностьті қалдырып тұр ғой бұл баған. Мына ликвидностьті қалдырып тұр. Мына уже мына жақтарға келмей тұр примерно. Мына екеуі бірдей болып қалып тұр осылай жасасақ. 4 сағатқа өтейін мен. Вот 4 сағатта енді дұрыс салды. Мына жер ликвидность. SBR. Иә? Иә. Сағатқа кірейік. Сағатта ол мына жер болып тұр. Опа. SBR-ге келді. Ликвидность шешті. Аха, ликвидность шешті. Цель енді бізде бірінші өзінің лоуы. И дальше уже мына лоулар ғой. Мына жақ последний ликвидность жақ болып тұр. И RB